Армысыздар, құрметті әлеуметтік желі оқырмандары. Мен Бейімбетова Айзат, Еңбекші ауылдық мәдениет үйінің әдіскерімін және осы Еңбекші ауылдық кітапханасының тұрақты оқырманымын. Бүгін мен оқыған бір кітап айдары аясында мен Өзбекәлі және Мәдени майдан кітабы туралы айтқым келіп отыр. Бұл кітап мәдениет қайраткері, қоғам қайраткері, этнограф, қазақ мәдениетінің жанашыры Өзбекәлі Жәнібеков туралы кітап. Бұл кітапта Өзбекәлі Жәнібековтің еңбектері және де осы қазақ өнеріне, мәдениетіне сіңірген еңбегі, жалпы қазақ қоғамына сіңірген еңбегі туралы айтылады. Бұл жерде тек қана еңбек қана емес, бұл кітапта Өзбекәлі Жәнібековтің адами болмысын, шынайы жаңағы қазаққа, өз ұлтына деген нағыз жанашыр азамат екенін көрсетеді. Ол жанашыр екенін көрсететін тұсы бұл кітапта. Бұл кісі айналасындағы адамдарға сол Ғани Мұратбаевты үлгі ретінде қазақ жастарына, қазақ азаматтарына жұмыс істеу барысында сол кісілердің ұстанып өткен, жүріп өткен жолдарымен жүруге барынша тырысады. Наурыз мерекесін қайтарып елімізге алғаш тойлаған осы кісі. Мәдени айдауда Торғай облысына айдалада ешқандай ел жоқ, жер жоқ. Ел бар енді, бірақ ешқандай мәдени даму, ешқандай ғимарат сондай жоқ жерге барса да сондай үлкен облысқа айналдырып 2 жылдың ішінде СССР, ол кездегі СССР қалаларының ішінде ең бай қаланың бірінің қатарына қосқан осы кісі. Және де Қазақстанға Тайқазанды алып келген, Түркістанға орнатқан осы кісі өзі жаңағы еңбектеніп жүріп, барын салып жүріп, сол Тайқазанды Қазақстанға қайтарған. Және де 1968 жылы Софияда өткен 9-шы бүкіл халықтық дүниежүзілік жастар фестиваліне СССРдан 15 мемлекеттің ішінен өнерпаздарды алады, бірақ біздің Қазақстаннан ешқандай өнерпаз алмайды. Сол кезде Өзбекәлі Жәнібеков, Гүлжан Талпақова деген қазақтың Қаршадай ағана қызын би шығып апарып, сол кезде дүниежүзілік фестивальдан 2-ші орын алып келген. Сол кезде Гүлжан Талпақова апамыз биден сол кісінің қатысуына тікелей өзі атсалысып, киіміне дейін жанашырлық танытып, өзі алып барып, қатыстырып алып келген сондай өнер жанашыры. Және барлық оқырманға осы Өзбекәлі және Мәдени майдан кітабын оқуға кеңес беремін. Жаңа айтып өткенімдей, бұл кітапта тек қана ол кісінің еңбектері ғана емес, шын адами болмысын ашуға тырысқан осы кітапта және ашалған. Сонымен қатар расымен де ұлт жанашыры, қазақ мәдениетіне, қазақ өнеріне шын жанашыр адам, сол соншалықты жанқиярлықпен, жанкештілікпен жасаған еңбектері туралы өте керемет ашықталып жазылған. Сондықтан барлығыңызға осы кітапты оқуға кеңес беремін.